күйеуім екеумізді ешкім менсінбейтін. Менің есімім Раушан, мен сіздерге әдемі, әсем сөздермен әспеттелген ертегі емес, тағдырдың талқысына түсіп, шыңдалған бір әйелдің шынайы өмір жолын баяндағым келеді. Неліктен дейсіз бе? Қазір әлеуметтік желілерді ақтарсам, жас отаулардың шаңырағының шайқалуына, екі жастың жолының екі айырылуына, ата-ене мен туысқандардың салқыны себеп болып жатқанын көріп, жаным күйеді. Бұл біздің қоғамның үлкен дерті. Бізде, яғни күйеуім екеуміз де дәл осы сынақтан өтіп едік. Бір кездері бізде небір сындардан өттік. Таңның қалай ататынын, түннің қалай бататынын білмей, іштей тынып, көз жасымды сүртіп жүре беретінмін. Уақыт бәрін өз орнына қояды екен. Сол бір қара бұлттай үйірілген қиын күндер қазір артта қалды. Бүгінде біз берекесі тасып, шаттығы кемерінен асқан, сыйлы да үлгілі отбасыға айналдық. Кезінде бізді көзге ілмей, менсінбей, келеке еткен, әр қадамымызда мін іздеген туыстар қазір алдымызда құрдай жорғалап, төбелеріне қойып отыр. Қалай дейсіз бе? Ендеше тыңдаңыз. Бастан бастайын. Күйеуімнің үйіне келін болып түскен алғашқы сәт әлі күнге есімде. Сол сәтте-ақ жаным әлдебір салқындықты сезіп, болашақ күндерімнің оңай болмайтынын түсініп үлгерген едім. Есіктен енгенім сол еді, бәрі күлімсірегендей болғанмен, көңілдерінің түкпірінде мені қабылдай қоймағанын жүрегім бірден аңғарды. Мен қарапайым отбасының оқымаған, қара еңбекпен күнелткен қызы едім. Ал одан бір жыл бұрын күйеуім Санжардың інісі Қамбар бай дәулетті әулеттің қызын алып, атқан таңын мақтанышпен қарсы алып жүрген шағы екен. Тұрмысы шалқып, төркін жағы тіреп тұрған келіннің қасында менің қарапайымдылығым оларға көлеңке болып көрінген шығар. Ата-енемнің бар ықыласы, бар мейірімі, бар құрметі сол бай келініне ауып тұрған кез болатын. Үйдің ішіндегілердің бәрі соның аузына қарап, қалталы келіннің айтқанын екі етпей, алдына түсіп, артына еріп жүрген шақ екен. Енді соның қасына мен келіп қосылғанда, мені қуанышпен қарсы алуға ешкімнің ықыласы да, ниеті де болмағанын сездім. Бетіме жасанды күлкімен қарап, бірақ жүректері басқа әуенді ойнап тұрғанын айқын аңғардым. Маған ешкім тікелей айтпаса да, іс-әрекеттерінен, көзқарастарынан анық сезетінмін. Санжар екеуміз шаңырақ көтергенде ауыл ішінде кішкентай ғана той жасап, ел жұрттың батасын алып едік. Берген қалың малға сай төркінімде барын жиып, жасауымды әзірлеп берген. Бірақ енем мен екі қайынсіңлімнің сол кездегі әрекеті жүйкемді біраз тоздырған еді. Жасауымды үйге кіргізген күні ақ, көзге көрінбейтін таразы іске қосылды. Олар менің дүниемді қайынымның бай келіншегінің жасауымен ұялмай қызармай салыстыра бастады. Мыналардың сапасы нашар, сәннен қалған деген сыбыстар құлағыма жетіп жатты. Енеммен қоса екі қайынсіңлім де сол бай жеңгелерінің ықпалынан шыға алмайды екен. Дәулетті отбасынан шыққан кіші келінге жағымпазданып, екеумізді салыстыра беретін. Олардың айтқан әрбір мысқылда дөрекі сөздері жүрегіме ине боп қадалатын. Тірлігімді көрсе ұнатпайды. Тамақты пісірсем дәмсіз дейді. Үй жинасам тазалап жинамапты дейтін. Тіпті тыныс алғанымның өзі оларға жақпай тұрғандай болатын. Кәдімгі отырсам опақ, тұрсам сопақ едім олар үшін. Алғашқы кезде намысым қыж-қыж қайнап, ұрсып та алғым келетін. Өзімнің кім екенімді дәлелдеп, оларды орнына қойғым келетін. Бірақ Санжар жанымнан табылып, сабырға шақыратын. Сабыр санамды тоздырса да, күйеуімнің мені тоқтамға шақырған сөздеріне үнсіз көнетінмін. Кейде оның сол момындығына риза болып, кейде қиналып кететінмін. Күйеуімді сілкіп-сілкіп алғым келетін. Неге маған қорған болмайсың? Неге менің сөзімді сөйлеп, басқаларға қарсы сөз айта алмайсың? Деп жылап алатынмын оңашада. Күйеуім демекші, ол менің сөзімді сөйлемек түгілі, өз басында қорғай алмайтынын, жеке шекарасы жоқ тым жаны жұмсақ жан екенін кейіннен біле бастадым. Санжар үйдің тұңғышы. Тұңғыш болғанның жүгі ешқашан оңай болмайды ғой. Әкесі ерте қайтыс болған сәттен бастап, оның балалық шағы да сол сәтте-ақ аяқталғандай болыпты.
Жастайынан әке орнын басып, бүкіл отбасының тірегіне айналып үлгеріпті. Өзінен кейін бір інісі, екі қарындасы бар. Санжар сол үшеуіне әке де, аға да, қамқоршы да болыпты. Үйдің бүкіл шаруасы, қорадағы ірілі ұсақты малдың күтімі, күздегі соғым, жаздағы шөп шабу, қысқы отын су, тіпті мал базарға барып сауда жасау, бәрі соның мойнында болған. Кейінгі бауырлары сияқты қалаға кетіп, жоғары білімде ала алмапты. Өзі бір тау қопарылса да қыңқ етпейтін, тым сабырлы жан. Үнемі ауыр жүктің астында жүрсе де, шаршадым деп айтпайтын еді ғой. Күйеуімнің сол мінезін өзге емес, өзінің туған бауырлары өз пайдаларына асырып жататын. Мейлі ағалары ғой, пайдалансын, бірақ қадірін білмейтін еді. Бауырлары десе, жүрегін жылып беруге дайын тұратын ізгі мінезі ешқашан өшпеген күйеуімнің. Жастық шағының ең бір қызық кезеңімен еркіндігі бауырларының қамы үшін жұтылып кеткенін айтып, ешқашан налығанда емес. Күйеуімнің сол бір бекзат мінезіне тәнтімін. Осындай адалдығы мен жомарт жүрегінің арқасында бауырларын оқытты, тұрмысқа берді, үйлендірді. Қара шаңырақтан кетпей, қорадағы малды көбейтіп, сол арқылы үш бауырының да өмірін жолға салып берді. Сосын ғана өз күйін ойлап, маған үйленген еді. Бауырлары жас қой, оларды түсінуге болады. Бірақ мені таң қалдырғаны енемнің Санжарға деген салқындығы еді. Кейде ол өз тұңғышын күйеуінен қалып қалған өгей ұлдай көретіндей сезім тудыратын. Бұйыра сөйлеп, орынсыз өктемдік танытатын. Әкеңнен қалған мал мен қара шаңырақты иеленіп отырсын ғой. Кейінгі бауырларыңа қарасуға міндеттісің. Деп отыратын үнемі. Мағанда қора толы малы бар дайын үйге топ етіп түсе қалдың. Басқалар секілді пәтер жалдап, баспананың мәселесі үшін бас ауыртпайсың. Сенің жолың бола қалдыды дегенде, оны қай мағынада айтқанын онша түсінбедім. Санжардың анасына деген құрметі шексіз еді. Не айтса да жарайды деп жүгіре жөнелетін. Тіпті кейде анасының дікеңдеп сөйлегенін көріп, күйеуіме жаным ашитын. Күйеуім болса жай ғана жымиып, қатты айтса да зілі жоқ қой деп, өз-ақ жуып шайып алатын. Сонымен менің келіндік өмірім қара шаңырақтың бітпес тірлігімен өтіп жатты. Арасын ұзартпай, 4 бірдей ұлды дүниеге әкелдім. Біздің үйдің босағасы қонақтан ешқашан босамайтын. Келім-кетім көрші-қолаң, туған-туыс әсіресе, апта сайын 2 қайынсіңлім кезекпе-кезек келуді әдетке айналдырған. Олар келгенде енем әлгі екеуінің сөмкелерін етке, айран сүтке, құрт майға толтырып, алып кетіңдер деп өзі де салып беретін. Күйеуімде мүмкіндік болса, қалталарына ақша да салып жіберетін. Өзім қызғанған емеспін. Дегенмен олардың ауыздарынан бір ретте рахмет деген жылы сөз шықпаушы еді. Керісінше бар бергенің осы ма? Қатын алғалы сараң болып кеттің. Қамбар сияқты болмайсың ба? Майдаланбай бір пачканы ұстата салатын жөнің бар ғой деп ашық айта беретін. Күйеуімнің кезінде үзбей тамшылатып жасаған жақсылықтарын, қамқорын қамбардың берген ақшалары мен оның келіншегі Айзаданың қымбат сыйлықтары жойып жіберген еді. Менің күйім бұрынырақта осы каналға шыққан 6 баласын тастап, қаладан бай ойнас тауып алған келін деген әңгіменің оқиғасында еді қара шаңырақтағы өмірім. Мен сол келіннің өмірін тыңдап, өзімді көргендей болып, көзімнен жас тоқтамап еді. Бірақ мен сол кейіпкер секілді қара шаңырақтан безген жоқпын. Өйткені күйеуім мені ұрмақ түгілі маған дауыста көтермейтін. Күйеуім де жайсыз болса, мен 4 баламды жетектеп, үйден безіп кетер ме едім. Аурудан басқаның бәрі жұғады дейме, уақыт өте мен де күйеуім секілді үстімді басып өтсе де, сабырға келіп, үндемей отыра беретін болдым. Ешкіммен жүз шайысып ұрысқым келмейтін. Күйеуім екеуміз өзімізді соларға қарыздардай, барын беріп, жоққа төзіп жүргендей күй кешетінбіз. Қара шаңырақтағы келіннің жүгі ауыр болатынын жақсы білемін. Күйеуіңнің жақындары жақсы болса, келіннің бағы ғой. Ал түсініктері таяз болса, келіннің өмірі тозаққа айналатынын мен тым жақсы түсінетімін. 2 қайынсіңлім де қамбардың келіншегі Айзадамен жақсы дос еді. Өйткені ол екеуіне қымбат сыйлықтар беріп тұратын үнемі.
Екі қайынсіңлімде келген сайын менің тіршілігімнен өсек теріп, соған айтып барып, қосыла жамандап, үстімнен күліп отыратынын кейіннен білдім ғой. Оларға енемде қосылып, менің 7 ата-бабама дейін түгендеп, әңгіме етуден жалықпайтын. Бірақ олардың мен туралы пасық әңгімелеріне бас ауыртпаймын. Сонда да мені көзге ілмей менсінбеуі жанымды ауыртатын. Қайынымның келіншегі Айзада туралы жаман сөзде айта алмаймын. Маған менсінбеушілік танытып, қайынсіңлілеріммен қосылып қанша өсектесе де, екеуміз бірде-бір рет бет жыртысып ұрысқан емеспіз. Мінезі жақсы еді оның. Жаймен сөйлеп күліп қойып жүре беретін. Тәкаппарлығы оның болмысы ғой. Үйдегі шаруаға көмектеспейді деп ренжейін десем, ол өз үйінде тірлік істеп көрген жан емес. Үйінде аспазы мен үй жинайтын, балаларына қарайтын көмекшілері бар. Мен шаңыраққа келін болып түскеннен ешқайда шықпайтынмын. Тума-туыстың барлық жиын тойына үлпілдетіп кіші келінді ертіп баратын. Тіпті тұрмыстағы екі қайынсіңлім де өздерінің той жиындарына күйеуім екеуімізді шақырған емес. Бізді қорадағы мал қараусыз, сиыр сауусыз қалмасын деп шақырмайтын. Үйде жиын болса да, қара жұмыстың, ауыр тірліктің бәрін күйеуім екеуіміз атқарып, ошақ басында түтінге көміліп жүретінбіз. Інісі мен келіншегі мәртебелі қонақта ішкірейіп келіп, тірлікке саусақтарының ұшында тигізбей төрде отыратын. Үйде ешкім Айзада мен Қамбардың бетіне қарап сөйлей алмайтын. Ал күйеуім екеуімізді болар болмасқа түртпектей беретін. Оқырман қауым мұны бай келінді көре алмағаннан осылай айтып отыр деп ойламасын. Мұндай жағдай басына түскен адам ғана түсінеді. Қарнымның ашқанына емес, күйеуім екеуіміздің қадіріміздің жоқтығына күйетінмін. Білмеймін ғой, қанша тырысып күндіз түні тырбаңдап жүрсек те, еңбегіміз енеміздің көзіне көрінбейтін. Күйеуім екеуіміз дайынға тап болып, масылдың күйін кешіп жатқандай болатынмын. Енем Санжардың да Қамбар сияқты бір-ақ күнде байып шыға келмегеніне іштей налып жүрме, кім білсін. Бірақ мал бағып, оны семіртіп, базарға апарып сатып, әр тиынын маңдай терімен табу білген адамға үлкен еңбек. Күйеуімнің сол еңбегі енем үшін түкке тұрғысыз еді. Менің үй ішіндегі бітпейтін шаруам да енемнің назарына ілінбейтін. Қыздарына апама жездем сай. Екеуі не істеп жүргендерін білмеймін, жүр ғой әйтеуір. Қыбыр-қыбыр тірі жан екеуі де, көзге көрінер бір тірліктері жоқ деп айтып отыратын. Көзге көрінер тірлігіміз болмаса да, қара шаңырақтың түтіні күйеуім екеуіміздің арқамызда түтеп тұрғанын олар түсіне қоймайтын. Қайынымның жағдайы өз алдына бөлек. Ол үйге сирек келетін. Келсе келіншегі екеуі тек үлкен той-томалақта, ас пен жиынның дайын асын ішіп, бой көрсетіп кету үшін ғана келетін. Бірақ оның келетінін естіген күні ақ үй іші аяқтарынан тік тұрып, бәрі оны ерекше қадірлегенсіп, алдын-артын абыр-сабыр боп күтіп жүретін. Бір ауылдың қадірлі мейманы келе жатқандай әрекет ететін. Қамбар бұрыннан сондай ма еді, әлде байдың қызына үйленген соң мінезі өзгерген бе білмеймін. Кеудесі керіліп, мұрны көкке қарап, бізге сөйлесе әр сөзін зорға сығып шығаратын. Қарапайым әңгімеге келгенде де қырын қарап, жанарының ұшында астарлы менсінбеушілік тұратын. Ол үйге кіре бергеннен ақ бөлменің ауасы ауырлап кететін. Өзіне тән маңғаздығымен төрге озғанда Санжар да мен де үнсіз шегініп, оған орын беретінбіз. Сол сәттен бастап, үй іші бейне бір оның айтқанына құлақ асуы тиіс шағын кеңес залына айналатын. Мынауың дұрыс болмапты, былай істеу керек еді деп басталатын да ұзаққа созылатын мыжың сөзімен ақылы таусылмайтын. Санжар болса інісінің әр сөзін сабырмен тыңдап, мезгіл-мезгіл ғана басын изеуден аспайтын. Бірде енем қатты ауырып қалды. Сол кезде Қамбар жетіп келіп, анамның жағдайын дұрыс жасай алмайсыңдар, дұрыстап қарамайсыңдар деп, біраз әңгіме айтып, енемді өзімен бірге алып кетті. Қамбар қайнатасының арқасында зәулім етіп, 3 қабатты үй салған. Енем де сол үлкен үйде тұрғысы келген болар, Қамбарымның қолына барып тұрамын деп кетті. Шынын айтсам, енем кеткенде үйдің ауасы кеңейгендей тынысым ашылғаны рас. Күйеуім екеуіміз қарапайым күн кешсек те, тып-тыныш өмірімізге риза едік.
Сол қарапайым өмірімізге қарамай біз үш бауырына да жілік-жілік етпен айран құртымызды үзбей жіберіп тұратынбыз. Ешқайсысынан ақы алмайтын едік. Біздің солай жасауымыз жазылмаған заң еді. Енем кіші баласының үйіне кеткен соң бізді қатардан шығарып тастағандай көрінді. Өйткені бізді мүлдем ешқандай жиындарына шақырмайтын. Туған күн, Құран оқыту, тағы да бас қосулер Санжар екеумізсіз өтіп жататын. Шешелері үйде кезде жиі келетін екі қайынсіңлім де мүлдем келмейтін болды. Тіпті Санжардың мерейлі жасқа келген туған күнін құттықтап, біреуі де естеріне алмады. Өз қызықтары өздерінде. Бірде енемнің туған күнін құттықтау үшін күйеуім екеуміз барған кезде бізді ешкім ұнатқан жоқ. Дегеннен есіктен кіргеннен малды кімге қалдырып кеттіңдер деп үрейлі жүзбен қарсы алып еді енем. Бізді келді, кетті деген ешкім жоқ. Жағдай сұрасып, дастарханға да отырғызбады. Ас бөлмеде аспаз әйелдің берген асынан ауыз тиген болып, кері қайтып кетті. Біздің кеткенімізді де ешкім білмеген болар. Бұл жайсыздыққа күйеуім айтпаса да, қабағы түйіліп, жол бойы жиі күрсінгеннен іштей қиналғанын білдім. Бірде қайынның қораға 10 шақты тайды алып келді. Күйеуім бағып, өсіріп беруі керек екен. Жем суына ақшасын беріп тұратынын ескертіп, сонысын алдын ала міндет еткендей, өктемси сөйлеп, 10 тайды жанын бергендей қайта-қайта айтып, тапсырып кетіп еді. Біраз уақыт өткенде біз үшін жұмбақ та сұмдық жағдай орын алды. Сол күнге дейін қорадан бір тауық та ұрланбаған еді. Бірде таңертең тұрып қарасақ, қамбардың 10 тайы ұшты күйлі жоқ, орындарын ғана сипап қалдық. Бұл бір түсініксіз де, қорқынышты жағдай еді. Басқа ірілі ұсақ малдар өз қораларында. Тек қамбардың тайлары жоқ. Бұл не деген сұмдық? Өзіміз де түсінбей, есімізді жоғалтып қоя жаздадық. Дереу тиісті орындарға хабарластық. Ауыл ішімен сай-саланы шарқ ұрып іздедік. Таппадық, тиісті орындардың да әрекетінен түк шықпады. Сонымен хабарды естіп, қамбар да жетіп келді. Кірген сәттен-ақ жұдырығы түйіліп, Санжарды ұрып жіберердей шапшып тұрды. Саған 10 тай ойын шықпай еді. Қалай жоқ болып кетеді? Мүмкін емес. Ұрланған болса, басқа малдар да кетер еді ғой. Мұнда бір сыр бар. Деп бізге күдіктене қараған сәтте күйеуім екеуміз сөз таба алмай үнсіз тұрып қалдық. Қамбардың артынан енем мен екі қайынсіңлім де желпілдеп жетті. Жан-жақтан шулап, бізді ортаға алып, әбден жер жебірімізге жете жерден алып, жерге салды. Тіпті үлкен қайынсіңлімнің аузынан бәлкім, оны өздерің сатып жіберген шығарсыңдар деген сөзде шықты. Бұл сөзді дәті барып қалай айтты екен? Оны қамбар да естіп, сол сөзді қолдағандай, басқа малға ештеңе болмаған. Ал менің 10 тайым жоқ. Қайын жұртқа қай бетіммен қараймын енді? Қайнағама уәде беріп қойып едім, бағып, семіртіп беремін деп. Егер өздеріңнің бір ойлағандарың бар болса, ашып айтыңдар, деді. Осы тұста басы салбырап, үнсіз отырған күйеуімнің иығы дір ете қалды. Қанша жылдан бері ішіне бүгіп, өзінікінен бұрын өзгенің көңілін күйттеуге үйренген адамға бұл сөздің қаншалықты ауыр тигені бірден білінді. Ол жай ғана басын көтеріп, інісіне жалт қарады. Сол қараста ашу да, өкініш те, жанын жаралаған мұң да бар еді. Не деп отырсың? Осы сөзді айтуға жүрегің қалай дауалады? Деді әрең тілге келіп. Сосын жүзін үлкен қарындасына бұрды. Алайда айтылар сөз тамағына тығылғандай, бір сәт үнсіз отырып қалды да, өз-өзіне симай кеткен адамдай орнынан көтеріліп, ештеңе деместен сыртқа шығып кетті. Менің шыдамым сол сәтте қақ айырылып түскендей болды. Талай жылдан бері күйеуім маған үндеме, жүрегіне жақын алма деп келіп еді. Мен шынымен үндемеске айналып кетіп едім. Бірақ дәл осы шақта күйеуімнің осы халі жүрегімді тілгіледі. Үндемей отыру сатқындық секілді көрінді. Мен орнымнан баяу ғана көтеріліп, әлгілерге тік қарадым. Даусым еріксіз қаттырақ шығып кетті. Мына айтқандарың енді шектен шыққандық. Күмәнданудың да, сөз айтудың да өз орны бар.
Осы ағаларың сендер үшін қаншама тер төкті. Жанын салып, барын беріп жүрді. Бүгінгі күнге дейін өзінен бұрын сендерді ойлап отырады. Ал сендердің айтып отырған сөздерің мынау. Ағаларыңа деген титтей бауырмалдық сезім қалмаған ба? Осылай айтуға қалай ғана Құдайдан қорықпайсыңдар? Дедім айқайлап. Сөздерім қабырғаға соғылып қайта жаңғырып тұрғандай сезілді. Ешкім жауап қатпады. Тек бәрінің жүзіндегі абдырау мен қысылу ғана байқалды. Ал менің ішімде күйеуімді қорғап қалғанымның өзінде бір түрлі мұңлы жеңілдік пайда болды. Дегенмен сол күннен бастап үйіміздің берекесі сөгілгендей болды. Сол күні кешке Санжар ащы суға тойып келді. Тек сол күні ғана емес, кейінгі уақытта да жалғасын тауып жатты. Бауырларының ауыр сөзі олардың сол сәтке дейін көрсеткен құрметсіздігінің леп белгісі болды ма екен? Күйеуімнің жанын жаралағаны соншалық, ол қатты өзгеріп кетті. Менің ішпе деп жалынып жылағанымды тыңдамайтын еді. Тіпті ішпейсің деп, бөтелкесін жұлып алып, жерге атып ұрғанымда ол маған қол көтеруге дейін барды. Ащы судың арқасында күйеуімнен таяқта жедім. Алғашында ішіндегі дертін білдірмей, менен жасырып қана ішіп келетін. Көзіме түсірмеуге тырысып, бір жерге бұғып барып ішетіні сезіліп тұратын. Бірақ уақыт өте келе араққа деген тәбеті шектен шығып, оңаша қалса болды, бөтелкені жастанып жатып ішетінді шығарды. Тірлікке деген ынтасы мүлдем суып кетті. Күнде ерте тұрып, малдың жағдайын жасап, үйдің шаруасын дөңгелетіп жүретін бұрынғы күйеуім енді өзіне де қарамайтын күйге түсті. Көз алдында тұрған малдың да қадірі қалмағандай шетінен сатылып жатты. Малға қараймын, қайта көбейтемін деп тыным таппайтын жан-жарым бәрін тәрк еткен адамға айналып шыға келді. Күйеуімнің ішкілікке салына бастағанын енем мен бауырлары менен көре бастады. Қатынына көңілі толмайды. Қайтсын байғұс, ішпей қайтеді енді, деп сырттай күйеуіме жаны ашығансып мені жерге тықпалап отыратын. Олардың сол сөздері жүрекке қадалған мың жебедей болатын. Түсінбейтіндері күйеуімнің ішкілікке үйір болуы менің жамандығымнан емес, олардың өздерінің кесірлі сөздері мен құрметсіздігінен басталғаны еді. Бірақ бұл шындықты айтсаң олар мойындамайды. Әрқайсысы өзін ақтап, кінәні өзгеге ысырып үйренген ғой. Кей күндері барлығын тастап, осы үйден безіп кеткім келетін. Іштегі ауыртпалықтан күйеуімнің көз алдымда құлдырап бара жатқанынан қашқым келетін. Бірақ бір нәрсе мені ұстап қалатын төрт ұлымның жағдайы. Ержетіп келе жатқан ботақандарым. Әрқайсысы маған тірек, маған дем. Қандай күйде болса да, бала үшін әкенің орны бөлек қой. Ұлдарымды әке мейірімінен алыстатуға жүрегім қимайтын. Ұлдарымда шетінен ерте есейе бастады. Әсіресе тұңғышым Дулат зерек, алғыр, мейірімді. Кейде өзімнен де ақылды сияқты көрінетін. Бір күні қораның жанынан өтіп бара жатып, оның жылап отырғанын көріп қалдым. Бұлай еңіреп отырғанын бірінші рет көруім. Жанына жақындап, «Не болды, балам?» деп қана үлгердім. Сол кезде ол көз жасын сүртіп, басын көтерді де. Мен жігітпін ғой, жыламайтын едім. Бірақ әкемнің жылағанын көріп, өзімді ұстай алмадым деді булығып. Жүрегім шым ете қалды. Бұл жаста ол әкесінің халін түсінбей ме деп ойлаушы едім. Ол бәрін түсініп жүр екен. Ұлым сөзін жалғап. Біз екеуіміз ұзақ сөйлестік, мама деді. Мен үнсіз тыңдадым. Әкем маған, бауырларыңа қамқор бол. Менен кейін бұл үйдің тірегі сен. Ертең өскенде төртеуің бір-біріңе мейірімді болыңдар. Адамның адамилығы оның дүниесімен, жеткен жетістігімен өлшенбейді. Өміріңде қандай жағдай болып жатса да, адами құндылығыңды жоғалтпа, ұлым деді. Ол осыны айта отырып тағы да көзін сүртті. Сол сәтте мен мүшел жасқа енді жеткен тұңғышымның болашақта әулетіміздің тірегі болатынын сезіндім. Тұңғышым Дулат расында да ерте есейді. Бала болып ойнап күлетін шағында ол ер азаматтың жүгін көтеруге мәжбүр болды. Әкесі бұрынғыдай таң ала кеуімнен тұрып мал қорада күтіп тұрған тірлікті істемейтін болды.
Сол кезде малдың күтімін жасап, әрқайсысын қарап, жем-шөбін жеткізіп, бүкіл жауапкершіліктің бәрі Дулаттың иығына түсті. Ол ешқашан не үшін деп сұрамады. Ешкімге шағынбады. Тек үнсіз жүріп, әкесінің атқарып келген жұмыстарын түгелдей өз мойнына алды. Оның соңынан ерген інілері де қолдан келгенше көмектесетін. 4 ұлымның тату-тәтті болып тірлікті бірігіп істеп жүргенін көргенде жүрегім елжіреп, жаратқанға тәубе дейтінмін. Бірақ осының бәрінің артында бір үлкен қайғы, Санжардың хал-күйі тұрды. Санжар баяғысы мейірімді, уәдесіне берік, еңбекқор азамат еді. Бірақ ішкілік оны күн сайын өзіне тартып, батпағына батырып бара жатты. Кейде өз баласында танымай қалатындай, көзіне ештеңе көрінбейтін. Өмірінің мәні, бар қызығы бөтелкенің ішінен табылатындай күйге түсті. Тіпті бізбен бірге бір дастарханда отырып тамақ ішуі де сиреді. Мен оның адам кейпінен айырылып бара жатқанын көре тұра еш нәрсе істей алмағаныма жаным күйетін. Оның осылай құлдырап бара жатқаны бәріміздің жүрегімізге салмақ салды. Ал Дулат жасы кіші болса да, сол ауыртпалықтың бәрін үнсіз көтеріп жүрді. Көзіме қараса болды. Бала емес, тағдырмен ерте бетпе-бет келген ер азамат тұрғандай сезілетін. Күйеуім ішкілікке беріліп кеткеннен кейін, бауырлары оңдырсын ба. Әулетіміздің жүзін жерге қаратқан, алқаш неме дейтін болды олар күйеуіме. Тіпті бірде үйде Құран оқытатын кезде, енемнің маған, анау алқаш байыңа айт. Қонақтар келіп кеткенше ішпей тұрсын деп еді маған. Сол сөзді кіші ұлым естіп қалып әкесіне айтқан ғой. Ішпеңізші, әжем солай айтты дегенде Санжар ерегісіп сол күні әдейі бір бөтелкені босатқан. Қонақтардан ұялған енем қамбарға айтып, Санжарды қораға малша сүйреп апарып сыртынан құлыптап қойыпты. Дастархан қамымен шапқылап байқамаппын. Суық қорада малдың тезегіне аунап, бүрісіп жатқан күйеуімді кейін көріп, әбден жылаған едім. Күйеуім қаншалықты ішсе де, мен оны үйге кіргізіп, жылы төсегіне жатқызатынмын үнемі. Мен бұрынғыдай үндемей жүре алмайтын күйге жеттім. Күйеуімнің маскүнемге айналуы, бауырларының бізге деген нашар пейілдері, енемнің сөздері менің де жанымды қажытып, жүйкемді тоздырып, тілімді шығарып тынды. Күйеуіме өзім ұрыссам жарасады. Ал бауырларының жекіп мұқатқанын көтере алмайтынмын. Олармен айқайлап ұрсысып, Санжардың жанын алатынмын. Сонымен итшілеген өміріміз өтіп жатты. Ұлдарым ержетіп, бойлары әкесінен асып, үйдің де, сырттың да бар шаруасын тындыратын жасқа жетті. Бірақ осы уақытқа жеткенше менің шашым түгел ағарды деп айтсам, артық айтпағаным шығар. Ешкімнің ала жібін аттамайтын, адам баласына қиянаты жоқ, адалдықты алға тартқан жандар едік. Қаншама қиындықпен ауыр сөздерге намысымыз тапталып жатса да, жүрегіміздің тазалығын жоғалтпадық. Сол сабыр мен пейілді жаратқанда ескерген болар, бірте-бірте өміріміздің көгі ашылып, шаңырағымызға қайтадан береке нұрын себе бастады. Ұлдарымның әрқайсысы ер жетіп қолғанатын болып өсті. Әсіресе Дулатым соның ішінде ерекше. Қиындықты ерте көріп, ерте есейгені бекер емес екен. Уақыт өте келе апталдай азамат болып, тірліктің қыр-сырын үйреніп алды. Мінезі салмақты, ойы жетілген, қолынан іс келетін пысық жігіт болып шықты. Мектепті тәмамдаған соң, өзінің бала күнгі қызығушылығынан айнымай, ауыл шаруашылық мамандығын таңдады. Жоғары оқу орнында оқып жүріп те қора-қопсыны, малды, сауданы ұмытпайтын. Біз малмен күн көрдік, мал бізді асырат деп, оның қадірін бала кезден білетін. Институтты бітірген соң мал шаруашылығына байланысты кәсіпті қолына алды. Шаршамайтын, мойымайтын еңбек қорлығының арқасында тірлігіміз қайта жанданып, тіршілігіміз жайқала берді. Санжарда ұлдарының бірінен соң бірі жетістікке жетіп жатқанын көріп, көңілі көтеріліп, іштей қуанып жүрді. Әкенің жүрегінде үміт оты қайта жанғандай болды. Бұрынғыдай тұнжырап, ортамыздан алшақтап кетпей, үйдің тірлігіне де назар аудара бастады. Дулатым әкесінің тағдырына бейжай қарайтындардың қатарынан емес. Ол әкесін қалаға алып кетіп, арнайы емдік шаралар жүргізетін орталыққа жатқызды. Алғашқыда күйеуімнің өзіне де сенімі болмады.
Бірақ Дулаттың әке, сіз бізге керексіз деген сөздері оның жүрегіне жетті. Бір емес, бірнеше мәрте ем қабылдап, ұзақ уақыт күрескен соң, Санжар ақыры ішкіліктен бір жола арылды. Бұл, біздің отбасымыз үшін үлкен жеңіс еді. Күйеуімнің қайтадан өз болмысына оралуы, отбасына деген жауапкершілігін сезінуі, жанымды бақытқа бөледі. Емінен жазылып шыққан соң, Санжар өмірін жаңа парақтан бастады. Дулат ашып берген фермерлік шаруашылықты толығымен басшылыққа алып, өзінің бұрынғы ептілігін қайта көрсете бастады. Қолында бірнеше адам жұмыс істейді. Фермамызда етте, майда, сүтте өндіреміз. Кейінгі ұлдарымда бұл кәсіпті кеңейтіп, отбасылық үлкен бизнеске айналдыра бастады. Осы тіршілігіміз бір қалыпқа түсіп, берекеміз қайта орныға бастағанда, айналадағы адамдардың да бізге деген көзқарасы өзгере түсті. Кеше ғана қабағын түйіп, әр тірлігімнен мін тауып жүретін енемнің өзі бір күні: осы келінімнен артық ешкім жоқ деп қалды. Алғаш естігенде өз құлағыма өзім сенбедім. Адам дегенде осылай өзгереді екен-ау. Кезінде маған көңілі толмай, түртпектей беретін. Не істесем де ұнатпайтын. Әрбір тірлігім, жүріс-тұрысым сыннан көз ашпайтын. Ал қазір ше? Қазір бәрі менімен санасады. Қас-қабағыма қарап көңілімнің райын аңдайды. Үй ішіндегі үлкен-кіші мәселе менсіз шешілмейтін жағдайға жетті. Әулетте бір тірлік басталар болса, енем: осы келінім біледі ғой. Раушан келінім не дейді екен деп маған жалтақтайды. Күйеуімді адам санатынан шығарып тастап, бір кездері алқаш деп аямаған қарындастары да енді ағатайлап біздің үйден шықпайтын болды. Тек қамбар ғана. Оның жағдайы тым мүшкіл күйге түсті. Әйелі оның көзіне шөп салғанын біліп қойып, үйінен қуып жіберіпті. Бар дүниесінен айырылған, абыройынан жұрдай болған күйі, қазір қалада тентіреп жүр. Менің ұлдарым ұсынған жұмысты істегісі келмей. Халі мүшкіл болса да, сол баяғы кердеген көкірегін игісі келмей. Қайда барарын, кімге сиярын білмей, ұшарын жел, қонарын сай біледі. Тек ақша керек болған кезде ғана ағасына хабарласады. Санжар болса, баяғы кеңпейіл, бауыр десе жүрегін жұлып беретін сол қалпы. Өзгермеген ғой. Мүмкін сол пейілінің арқасы болар осы күнге жетуіміз. Төрт ұлымызды тірліктің төріне шығарғанда, осы Санжардың жүрегінің кеңдігі болар. Ал мен күйеуімнің бауырларына кек сақтамадым. Бұрынғы кемсітіп, мұқатқандарын ешқашан естеріне салмадым. Менің осы жағдайға жеткенімнің өзі оларға жауап еді. Қиындықта сыналған жанның, сыннан сүрінбей өткен отбасының бағасын уақыт өзі беретінін түсіндім. Қазір менің өмірімде бәрі жақсы. Рухани да, материалдық тұрғыдан да байлыққа кенелген жанмын. Төрт ұлымның әрқайсысы төрт жерде өз істерін дөңгелетіп, тірліктің әр саласында өзіндік жолдарын тапқан. Төрт ұлым төрт құбыламды түгендеп, тірліктері дүркіреп тұр. Ұлдарымыз Санжар екеуміздің басымызды төрге сүйреді. Кез келген ортадағы төр күйеуім екеуміздікі бұл күнде. Бақ біреуге даладан келеді, біреуге баладан келеді екен. Мен осы күніме 1000 мәрте шүкіршілік етемін. Кейде ойлаймын, жас кезімде қиындықтарға шыдамай кетіп қалғанымда ұлдарым осындай епті, мықты азаматтар болып өсерме еді деп. Өмірдің әр қиындығының артында өз сабағы, өз жауаптары бар екенін осы күнде жас отбасылар түсінсе екен деймін. Менің де өмірімнен ғибрат алар жандар табылып қалар деп, өз оқиғамды осы жерден аяқтаймын. Раушан апа. Әңгіменің соңы. Раушанның оқиғасын жазып, сіздерге ұсынған автор Бибі Мерген. Құрметті тыңдарман, сіз қай өңірден боласыз? Пікірге жаза кетіңіз. Әңгіме ұнаса лайк басып қолдап отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз авторға шабыт сыйлайды. Әңгімені соңына дейін тыңдап, пікір жазып, лайк басып қолдап отырған баршаңызға алғыс айтамыз.